алтыншы ғасырдың басында бүгінгі қазақ жерінде аса күрделі бетбұрыстар орын алды. Алтай, Сібір, Моңғолия жерінде түрік тайпаларының үстем тап өкілдері бірігіп, күшті әскер күшіне сүйенген түрік қағанаты атты феодалдық мемлекет құрылды. Түрік қағанаты жері солтүстік Моңғолиядан бастап шығыс Еуропаға дейін созылып жатыр. Қоныс өрісі Әмударияның жоғарғы ағысына дейін жетеді. Қазақстанда осы қағандықтың құрамына кірді. Бұл мемлекет туралы жазба деректер түрік империясының өз тілінде 7-8 ғасырларда жазылған Орхон Енисей жазбалары арқылы белгілі. Бұл ескерткіштер түркілер мекендеген Енисей өзенінің бойы мен қазіргі Моңғолия жеріндегі Орхон өзені маңайынан табылғандықтан Орхон Енисей жазуы деп аталып кеткен. Ескерткіштер 7-8 ғасырлардағы түркі ру жазбаларының екі түрік қағандығының тұсында Білгей қаған, Құлтегін, Тоныкөк сияқты атақты адамдар арнап тұрғызылған құлпытастарда жазылған. Алғаш рет түрік атауы 542 жылы Қытай жазбаларында кездеседі. Түрік атауы моңғолша тау сияқты дулыға дегенді білдіреді. Кейде түрік атауы ақсүйектер деген мағынада қолданылған. Ал қытайлар түріктерді сюннулер, ғұндардың ұрпақтары деп санаған. Түріктердің 546 жылы Алтайды мекендеген Теле, Терек тайпасын жеңіп, олардың 50 мыңнан астам әскерін тұтқынға алып, өз армиясына қосып алады. 552 жылы көктемде түріктердің билеушісі Бумын қаған, билеушісі Жужандардың қарсы шығып, оларды талқан еткен болатын. Түрік қағанатын құрған болатын. Түрік ордасының алғашқы қағаны Бумын болды. Бумын қаған 553 жылы қаза табады. Оның мұрагері Мұқан қаған 553-572 жылдар аралығында билік жасайды. Түрік қағанаты Орта Азияда саяси үстемдікке ие болады. Олар Манчжурияны қидандардан Енисейдегі қырғыздарды бағындырып, солтүстік Қытай мемлекетінің алым салығын алып отырған болатын. Бұл бір тілде сөйлеген түркі халқының құрамында оғыз, қарлұқ, қырғыз, түргеш, ұйғыр, қыпшақ сияқты тағы да басқа 30-дан астам ру тайпалар біріккен. Бұл тайпалар шығыстан батысқа қарай жылжып, қазіргі қазақ жеріндегі Үйсін, Қаңлы тайпаларымен бірігіп, оларды өздеріне сіңіріп жіберген. Түріктер әуелгіде Орта Азияны өзіне бағындыруда Каспий теңізінің солтүстік Үндістан мен шығыс Түркістанға дейінгі жерлерге ие нефталиттерге қарсы Иранмен одақ құрып, 587 жылы Бұхара түбіндегі оларды жеңеді. Тухаристан облысы Иран қарауына өтіп, батыс түрік қағанаты мен Иранның саяси ықпал жасау аймағының шекарасы Амудария бойымен өтеді. Түріктер Орта Азияны жаулап алғаннан кейін Жерорта теңізіне баратын жібек жолына иелік ету жорықтарын бастап, Иранға қарсы Византиямен одақтасады. 571 жылы түріктердің әскери қолбасшысы Естемей солтүстік Кавказды басып алады. Керчь шығанағына шығып, 576 жылы Кавказды басып алады. Қырым жеріне өнеді, бірақ Естемей өлгеннен кейін қағанат ішінде билік үшін қырқыс басталады. Өзара қырқыс пен әлеуметтік қайшылықтар қағанатты қатты әлсір етіп, 588 жылы Герат түбінде түріктер Ираннан жеңіліс табады да 590 жылы Византия мен Боспорды қайта жаулап алады. 581 жыл мен 618 жылдардың арасында солтүстік Қытайдың қағанат шекараларына шабуыл жасауы оларды одан бетер әлсір ете түседі. Түрік қағанаттарының саяси күйзеліс ақырында 603 жылы қағанат екіге батыс және шығыс қағанаттар болып бөлініп кетеді. Батыс түрік қағанатының астанасы Жетісу жеріндегі Суяб қаласы болса, ал жазғы орталығы Мыңбұлақ болып саналады. Батыс түрік қағанаты ежелгі Үйсін жерін жайлап, Қаратаудың шығыс баурайынан Жоңғарияға дейінгі жерді өздеріне қаратады. Сонымен қатар ол шығыс түрік қағанатының шығыс Түркістан және Орта Азияның Самарқанд, Бұқара тағы басқа қалаларын басып алады. Осы қалалар қағанның орынбасарларына арналған болатын. Батыс түрік мемлекетінің бірінші басшысы қаған жоғарғы билеуші, бүкіл жердің иесі болды. Жоғарғы лауазымдар Жабғы, Шад және Елтебер қаған әулетінен шыққандар берілді. Сот қызметін бұйрықтар мен тархандар атқарған болады. Негізгі еңбекші халық қара бұдын, қара халық деп аталған. Жегуй қаған 610 мен 618 жылдар аралығын билеген болатын, және оның інісі Түн Жабғы қаған 618 мен 630 жылдар аралығын билеген кезде қағанаттың күш-қуаты арта түседі. Тұхарстан мен Ауғанстанға жасаған жаңа жорықтар мемлекет шекарасын Үндістанның солтүстік батысына дейін кеңейтеді.
Батыс түрік қағанаты мал және егін шаруашылығымен шұғылданған, қалаларда сауда-саттық кеңінен өрістейді. 7 ғасырдың ортасына қарай 16 жылға созылған қағанат ішіндегі өзара тартыс тайпалар арасындағы соғыс қағанатты әлсір етеді. Осыны пайдаланған Таң империясы Жетісуға басып алып, онда атаққа өз адамын отырғызады. Түріктер мен Таң империясы арасындағы үздіксіз соғыстар нәтижесінде түргештер күшейіп, 8 ғасырдың басында Жетісудағы билігін өз қолына алады. Түргеш қағанаты 704-756 жылдар аралығында өмір сүрген қағанат болып есептеледі. Қағанаттың негізгі қалаушысы Үшелік қаған болатын. Қағандықтың территориясы Орта Азияның оңтүстік-шығысынан Ташкент қаласынан басталып, Шығыс Түркістан, Бесбалық, Турфан қалаларына дейінгі аралықты қамтыған. 6 ғасырда Тянь-Шань таулы аймақтарында өмір сүрген түргештер 7 ғасырда Жетісуға қоныс аударып, Батыс түрік қағанатының сол қанатының құрамына енген. Халқы ең көп тайпа болған. Қағанды халқының этникалық құрамы негізгі сары және қара түргеш тайпаларынан тұрады. Жазба деректердің көрсетуі бойынша олар Шу, Талас, Іле бойларында өмір сүрген. Үшелік қаған өзінің негізгі тайпаларын екі ордаға бөліп, басты орталығын Суяб қаласында, екінші ордасын Іле аңғарындағы Күңгіт қаласына орналастырған. Батыс түрік қағандығының құрамында болған басқа да түрік тілдес тайпаларда түргештердің құрамына енген. Саяси әкімшілік билік қағандықтың ең жоғарғы билеушісі бас қағанның қолында болды. Үшелік қаған қағанатты 20 әкімшілік аймаққа бөліп, әр аймаққа 7000-нан әскер ұстаған болатын. 706 жыл Үшелік қаған қайтыс болып, оның орнына баласы Сақал қаған 706 мен 711 жылы мекендеген отырды. Сақал қаған тұсында мемлекет ішінде бірлік болмай, қаған билігі үшін сары және қара түргеш тайпаларының арасында талас-тартыс басталып кетеді. Оның үстіне қағанатқа батыстан арабтар, оңтүстіктен Қытайдың Таң империясы, шығыстан Орталық Азия түріктері қауіп төндірді. Ішкі тартыстардың барысында қара түргештер жеңіске жетіп, олардың көсемі Сұлу қаған билікке келеді. Оның тұсында түргеш қағанаты күшейіп нығаяды. Мемлекет астанасы Тараз қаласына ауысады. Сұлу қаған мемлекет ішінде тыныштық орнатып, бар күшті батыстарға, арабтарға қарсы жұмсайды. 723 жылы түргештер Ферғана қарлұқтарымен және Шаш тұрғындарымен бірігіп арабтарға күйрете соққы береді. Бірақ та арабтар 732 жылы түргештерді ығыстырып, Бұхара қаласын басып алады. 737 жылы Сұлу қаған арабтарға қарсы жорық ұйымдастырып, Тоқарстанға дейін жетеді. Бірақ көп ұзамай жеңіліп, қайтар жолында өзінің қолбасшыларының бірінен қолынан қаза табады. Сұлудың орнына оның баласы Тұқарстан Тұтшар қаған болады. Оның тұсында қағанат ішінде сары және қара түргештер арасында билік үшін 20 жылғы ұзақ күрес басталып, қағандықтың саяси және экономикалық жағдайы мүлдем әлсірейді. Осы алаусыздықтың кезінде Жетісуға Алтайдың Қарлұқ тайпалары көшіп келеді, қоныстана бастайды. Түргештер Қарлұқтарға лайықты қарсылық көрсете алады. Түркістан билеушісі 748 жылы Суяб қаласын басып алып, содан кейін Шаш қаласының билеушісін жазаға тартады. Оның баласы көмек сұрап арабтарға барады. 751 жылы Тараз жанындағы Атлах қаласы түбінде Зияд ибн Салық бастаған араб әскері мен Гао Сянжи басқарған Қытай әскерлері арасында 5 күнге созылған шайқас болады. Шешуші сәтте қарлұқтар арабтар жағына шығып, Қытай әскерлері ауыр жеңіске ұшырады. Қытай әскері Жетісуда ғана емес, Шығыс Түркістан жерінде тастап өз иеліктеріне кетуге мәжбүр болады. Сондай-ақ арабтар да Талас өңірінде тұрақтай алмай, Шаш қаласына шегінеді. Осыған қарамастан іштей әлсіреген түргеш қағанаты қайтадан қалпына келмей, 756 жылы Қарлұқ тайпаларының қысымына шыдамай біржола құлайды. Осыдан кейін бұрынғы Батыс түрік қағанатының орнына 4 мемлекет, төменгі Поволжье, солтүстік Кавказ жеріндегі Хазар қағанаты, Сырдың орта және төменгі ағысы мен Арал өңірінде Оғыз мемлекеті, Қазақстанның солтүстік, орталық, шығыс аймақтарында Қимақ мемлекеті, Жетісу жеріне Қарлұқ мемлекеті пайда болады.